операторлары. Операторы управления. Control statements. Блок, блок, блок. Әйтпесе, иначе else. Else операторын қалай қолдануға болады? For циклында else операторын цикл денесінен кейін жазуға болады. Циклдің орындалу шарты жалған болған жағдайда, цикл аяқталғаннан кейін келесі оператор блогы орындалады. Break операторы циклды аяқтауға мүмкіндік береді. Егер for циклында break операторы қолданылса, else операторынан кейінгі блок орындалмайды. For else циклінің базалық құрылымы беріліп тұр. If шарт оператор 1 орындалады. Break else оператор 2 орындалады. Бізде есеп берілген экранға сандар тізбегін шығаратын программа жазуымыз қажет. Егер 2 саны кездессе, циклден шығуды орындау қажет. Яғни циклден шығу үшін біз break операторын қолданамыз. K in range 4. Яғни тізбекті шығаратын бізде цикл экранға шығарамыз. Егер K 2-ге тең болса, онда циклымызды тоқтатамыз. Әйтпесе, print бұл мәтін баспаға шығармайды деген сөз шығуымыз керек. Запуске береміз. Запуске келген кезде, міне 2-2-ден кейін біздің циклымыз не істеді? Тоқтады. Continue операторы, егер цикл денесінде continue операторы кездессе, цикл денесінің ағымдағы итерациясы орындалмайды. Бірақ бұл else операторының жұмысына әсер етпейді. 2-ден басқа сандар тізбегін шығаратын программа жазайық. 2-ден басқа. For element in range 4, яғни 4 мән. Егер элементіміз 2-ге тең болса, онда жалғастырамыз да print элементті шығарамыз. Әйтпесе, соңы деген сөзді шығару керек. Запуске берген кезде, яғни 0,1, 2 деген мәнді шығарған жоқ, элементіміз 2-ге тең болған. Және 3 соңы деген сөзді шығарып берді. Яғни бұл continue операторын пайдаланды. Алдыңғы есепте біз break операторын пайдаландық. While циклында else операторын қалай қолдануға болады? While else құрылымында әзір белгілі бір шарт орындалса, циклдің қайталануына мүмкіндік береді. Циклдің әрбір тармағында while'дан кейін жүретін өрнек түрінде берілген шарт тексеріледі. Егер шарт ақиқат болса, цикл денесі орындалады. Егер шарт жалған болса, цикл денесі орындалмайды. Бірақ else блогы орындалады. Есеп берілген циклдің қайталану шарты әзір ақиқат болса, экранға орындаймыз деген сөзді. Ақиқат болса шарт. Әйтпесе, аяқтаймыз сөзін экранға шығаруымыз керек. Яғни бізде K алғашқы мән 0-ге тең. Бізде K тең 0-ге, әзірше K 5-тен кіші болса, онда экранға орындаймыз деген сөз. Яғни 5-ге дейін бір-бір K-ға мән қосып отырады. Әйтпесе, аяқтаймыз деген сөзді шығару керек. Запуске береміз. Берді. 5 мәннен кейін, бізге 3-5 мәнді шығардық, орындаймыз деген. Және 6-шы мәнде біз аяқтаймыз деген сөзді шығарып тұр. Есеп шықты. Break операторы, егер цикл денесінде break операторы кездесе, онда цикл аяқталады. Ал else блогы орындалмайды. Continue операторы, егер цикл денесінде continue операторы кездесе, онда цикл аяқталады, ал else блогы орындалмайды. Келесі бізде есеп берілген. Егер цикл денесінде break операторы кездессе, онда цикл аяқталады, ал else блогы орындалмайды. Запуске береміз, сақтап аламыз. Тек қана бізде орындаймыз деген сөз шықты. Себебі аяқтаймыз деген сөз шықпайды. Else блогы орындалмайды. Егер цикл денесінде continue операторы кездессе, онда цикл денесінің ағымдағы қадамы орындалмай, келесі қадамның орындалу шарты тексеріледі. Яғни мына екі шарт қана орындалады.
запуски береміз, орындаймыз және аяқтаймыз деген сөз шығады. Яғни continue операторы кездессе, онда циклдың мына ағымдағы қадамы орындалмайды. Келесі қадамның орындалу шарты тексеріледі. Яғни орындаймыз және аяқтаймыз. Экранда пайда болып тұр жауабы.